саламатсыздар жігіттер, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып Enel компаниясының Валерий шайы, оның құрамы, қай кезде қолданамыз, қандай қарсы көрсеткіштер бар. Валерий шайының құрамында біріншіден пустырник бар. Пустырник, білесіздер, бұл жүйке жүйесіне оң әсер етеді, мидың қан айналымын жақсартады. Адамның денесінде мына судорожный синдром деген бар, эпилепсия кезінде, судорога кезінде, сонымен бірге әйелдердің де кездесетін климактерический синдром деген бар. Сол кезде қатты эмоциялық қозу кезінде, адам қатты ашуланған кезде, одан кейін НЦД, нейроциркуляторная дистония дейді. Қатты адам ашуланғанда, қатты уайымдағанда қан қысымы көтеріліп кетеді. Осы жағдайда пустырникті қолдануға болады. Екінші бір жағдай, құрамында ромашка бар. Ромашка, білесіздер, бұл жергілікті қолданады. Стоматологияда, гинекологияда қолдануға болады, урологияда қолдануға болады. Шырышты қабаттарда пайда болатын жараларды емдеуге көмектеседі, өйткені бұл антисептик болып табылады. Тағы да бір жағдай, адам ішке қабылдаған кезде мына асқазан ішек жолының жараларына, одан кейін мидың қан айналымын жақсартады, одан кейін мына жүректің қан айналымын жақсартады. Сондықтан мына қан қысымын кішкене төмендетуге, адамды қатты қосып тұрған кезде кішкене тыныштандыруға мүмкіндік береді. Осы жағдай, одан кейін құрамында алма бар. Алма, білесіздер, бұл жүрек қан тамырлар жүйесіне тоже жақсы әсер етеді. Екінші жағдай, құрамында темір болғандықтан анемияның профилактикасы және анемияның емінде қолданамыз. Одан кейін алманың тағы бір жақсы жері, мынау адам күйік шалғанда, болмаса инфекциялық аурулармен ауырып болғаннан кейін, болмаса мынау қол аяғын сындырып жарақат алғаннан кейін, сол сынған жердің тез жазылып кетуіне, инфекциялық аурулардан тез қалпына келуге организмнің алманың сондай бір көмегі бар. Корица, білесіздер, біріншіден зат алмасу процесіне өте жақсы көмектеседі. Зат алмасу процесіне бұны шектегі зат алмасу процесін күшейтеді. Сондықтан бұны көбінесе диета кезінде қолданады. Көптеген диеталық шөптердің құрамына кіретін осы бір корица деген зат бар. Сонымен қатар құрамында темір көп, сондықтан бұны анемияға да қолдануға болады. Зат алмасуды күшейтеді, одан кейін целлюлитті қолданады. Одан кейін противогрибковый антибактериальный қасиеті бар, сол екі жағдайда қолдануға болады. Тағы бұл корица негізі Индияда как афродизиак ретінде қолданады. Афродизиак не екенін білесіздер, бұл жыныстық қатынасқа деген сезімді кішкене күшейту үшін қолдануға болады. Сонымен бір құрамын айттық, тағы да бір кішкене қайталап кетейік. Қай кезде қолданамыз? Нейроциркуляторная дистония. Бұл жаңағы ашуланғанда қан қысымы көтеріліп кету, қатты эмоциялық қозу кезінде, бұл адам қатты шаршағанда, қатты бір нәрсеге уайымдаған кезде осы жағдайда ішуге болады. Неврастения, білесіздер, одан кейін әйелдердің климактерический синдром кезінде, климакс кезінде гормоналдық өзгерістерге байланысты болатын жағдайда, гипертониялық аурулар кезінде бірінші, екінші дәрежесіне және ұйқысыздық. Ұйқысыздық, білесіздер, бізде өте көп кездеседі. Адам ұйықтай алмауы мүмкін түнде, болмаса адам ұйықтап тұрғаннан кейін қайтып ұйықтауы қиын болуы мүмкін. Өйткені адам бір нәрсені ойлауы мүмкін, өтіп кеткен нәрсесін, болатын нәрсені ойлауы мүмкін. Осы жағдайларда қолдануға болады. Бұның бәрі негізі стрессте бір ауызбен айтуға болады. Стрессовый жағдай, білесіздер, бұл сыртқы ортаның адамның организміне әсері, адамның сол стресске бізге жауап беретін жауабы организмнің. Ол қалыпты жағдайда стресс, білесіздер, бұл норма болып табылады негізі. Өйткені адам стресске байланысты өзі психологиялық тұрғыдан, даже физикалық тұрғыдан адам күшеюі мүмкін. Егерде сол стрессовый жағдайда болған проблемалар жеңіп шығатын болса, адам өзін жақсы сезіну мүмкін. Но бірақ стресс созылып кеткенде, немесе стресс өте жоғары көп болған кезде адам былайша айтқанда стресстен жеңіліп қалуы мүмкін. Стресс одан кейін депрессияға алып келуі мүмкін. Сондықтан стресс деген ол жақсы нәрсе емес. Көп кезде сол стрессті емдеу үшін Валерий шайын қолдануға болады. Начальный период басталып келе жатқан кезде. Негізі кейбір психологтардың айтуы бойынша бұл стресс негізі жоқ нәрсе, өйткені бұл өмір, қоршаған орта бұл күнделікті жүріп жататын процестер. Просто адамның ішкі дүниесіндегі бір ретсіздіктің болуы. Былайша айтқанда біз өзіміз қоршаған ортаға бейімдей алмауымыз мүмкін, болмаса бір біздің өмірге деген көзқарасымыздың кішкене дұрыс болмауы, біз болып жатқан нәрсені тек қана жақсы немесе бір жақты қабылдауымыз, тек қана жаман жағынан көруіміз. Бұл енді психологтардың айтуы бойынша, менің өзім жеке ойым, бұл просто мүмкіндігінше стрессті, конечно, күресу керек. Жеке менің ойым, бұл психологтарға бару керек. Бізде біздің менталитетті психологқа бару деген өте қиын жағдай.
біріншіден олар қымбат, екіншіден біз оған дайын емес сияқтымыз көп адамдар. Мен барлығына бірдей айтпаймын. Сондықтан мүмкіндік бойынша психологқа қаралу керек, мүмкіндік бойынша осы стрессовый жағдайлардан шығуымыз керек. Өйткені стресс өте көптеген ауруларға алып келеді. Мынау дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының айтуы бойынша 65% біздің ауруларымыз осы стресске байланысты деп айтады. Кейбір источниктен жаңағы кейбіреулердің айтуы бойынша даже одан да көп. Стресс білесіздер қандай ауруларға алып келеді? Бірінші ол жүйке жүйесінің пайда болатын проблемалар, эндокринологиялық жүйедегі проблемалар, эндокриндік органдар өте сезімтал, нерв стресске. Қатты стресс алған адам ұйқы безі кетіп қалуы, ұйқы безі дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Қатты стресс кезде адам зобалып қалуы мүмкін. Сонымен қатар мына асқазан ішек жолы аурулары, әсіресе мына язва желудка деген стресске өте тікелей байланысты. Кейбір мысалы гастроэнтерологтар жаңағы эндоскоппен көрген кезде асқазанда өте көптеген ойық жаралардың бар екенін, олардың енді пайда болған, болмаса ол жаңағы оның жазылып кеткенін де көруге болады. Екі жазылып кеткен язва мен енді пайда болатын жаралар қатар тұрады. Неге? Өйткені адам егерде стрессті жеңетін болса, жаңағы жаралар жазылып кетеді екен. Егерде стресс қайта пайда болатын болса, қайтадан жаңағы язва желудка қайтадан пайда болуы мүмкін. Сондықтан бір ауыз сөзбен айтқанда, мүмкіндігінше өздеріңізді стресстен қорғаңыздар. Егер ол жағдай болатын болса, содан емделуге тырысыңыздар. Сіздерге НЛ компаниясының шайы Валерий көмектеседі деп ойлаймын. Қалай демдейміз? 200 мл суға, ыстық су қайнап тұрған суға саламыз, оны азында кешке 2-ге бөліп ішеміз. Ұзақтығы ол сіздердің өздеріңіздің жағдайларыңызға байланысты. Бұл бір күнде болуы мүмкін, қатты ашуланғанда бір рет ішіп, одан кейін бәрі жақсы болса ішпей қойсаңыз болады. Егерде стрессовый ситуация сізде үнемі болатын болса, мүмкіндігінше ұзақ қабылдаңыздар. Бұл препарат емес, бұл шөп дәрілер. Сондықтан бұның ешқандай побочный эффектісі болмайды. Қай кезде қолданбаймыз? Қолданбайтын кезіміз бұл емізулі әйелдерге болмайды, аналарға, жүкті әйелдерге болмайды. Одан кейін егер аллергиялық реакция болатын болса, жүрек қан тамыр жүйесінде, жүйке жүйесінде өте бір ауыр аурулардың түрі болатын болса, бұл шайды қолдануға болмайды. Таңдағандарыңызға рахмет, лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар. Сұрақ қойыңыздар, тыңдағаныңызға үлкен рахмет.